Қайырлы күн, менің атым Каши Сыйлық. Сіздер Шығыс Қазақстан өнер музейінің ақ залында уақыт палитрасы атты көрмені онлайн көрсетілімде тамашалап отырсыздар. Көрмеде Мағауия Аманжоловтың және де сәулет өнеріне сыр шертетін мүсіндер қойылған. Тарихи және эпикалық суреттердің жүйрігі, сурет және кенеп бетіне түсірілген кескіндеме өнерінің барлық негізгі жанрларының хас шебері Мағауия Аманжолов 1949 жылдың 20 тамызында Қарағанды облысының Қайнарбұлақ ауылында дүниеге келген. Музейдің ақ залына қойылған экспозицияда суретші дипломдық жұмысынан бастап кемелденген кезде салған уақыт талап етеді сюжетті картинасына дейінгі 10 шақты жұмысы ұсынылған. Кеңістікте түстер бар, көкжиек деген болмайды деген суретші айтар ойын, көңіл күйін картина көкжиегінде бергісі келеді. Ол нағыз график кескіндемеші болғандықтан барлық жанрдағы жұмысы сәтті жасалынған. Адам бейнесін жазуды жақсы көрді. Өзінің туындылары үшін кейіпкерлерді ұзақ талғампаздықпен іздеді. Кескіндемелерді кеңістікті жинақтап, әртүрлі уақыттағы сюжеттер құрастырды. Аманжоловтың портреттік жанрға деген ерекше тәсілі болды. Қысқы таң, уақыт еншісінде, дипломдық жұмыс, Олжас Сүлейменовтің портреті, Шоқан Айша бибі мазарында, ауылда картиналарын көре отырып, ол өзінің жүрегіне жақын адамдардың ғана бейнесін жазғанын аңғарамыз. Суретші пейзаж картиналарында таулар мен күз мезгілін бейнелеуді жақсы көрді. Оның туыстары суретшінің жұбайы Гүлбайра Сүлейменқызы, балалары, достары суретшінің символы картиналарында символ ретінде бейнеленген. Мағауия Аманжоловтың Ақтабан шұбырынды тарихи топтамасындағы қасірет шығармасы ешкімді бейжай қалдырмайды. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның шырғалаңы, аласапыраны қазақтардың еркіндік пен ерлік рухын шыңдады. Бұл туынды 18 ғасырдағы Қазақстан тарихындағы жоңғар қалмақ шапқыншылығы кезіндегі өз үйін, малын тастап, Орта Азияға өдере көшкен қазақтардың жан айқайын бейнелейді. Халықтың жүрегіндегі мәңгі сақталған ашы зар мен ауыр мұңды тура жеткізе білді. Онда суретшінің ерекше ұлттық, әлеуметтік нақыштағы дарынын көреміз. Суретшінің туындыларында көбінесе қоңыр түсті көп пайдаланғанына қарап, оның шыдамды, байсалды жан екенін аңғаруға болады. Бұл түс оның мінезіндегі тұрақтылықтың, еркіндік пен сабырлықтың көрінісі іспеттес. Мағауия Аманжоловтың туындылары тұнып тұрған философия. Оны біз қазір жоқ деп айта алмаймыз. Өйткені оның артында мәңгілік мұрасы қалды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.